Алға орта мектебінің биылғы оқу жылының қыркүйек айындағы басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Оқу жылының алғашқы күні мектебі мейірім екен атты алғашқы қоңырау салтанатты жиынымен бірыңғай сынып сағаттарынан басталды. Менің отаным Қазақстан атты тақырыптағы сынып сағаттардың басты мақсаты патриоттық рухты тәрбиелеген, білімді әрі жасампаз ұрпақты қалыптастыру. 5 қыркүйек күні тіл татулық тірегі атты тақырыпта Қазақстан халқы тілдер күніне арналған салтанатты іс-шара өткізілді. Бұл концертте оқушылар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде өлең оқып, ән айтып, логикалық ойындар жүргізіліп отырды. 10 қыркүйек күні ағылшын тілі пәні мұғалімі Орынбаева Диананың ұйымдастыруымен 8 Б сынып оқушылары «Охота за сокровищами» атты тақырыпта топтық ойын, тілдік квест өткізілді. Балалар ағылшын тілін тәжірибеде ғана қолданумен шектелмей, сонымен қатар топтық жұмысқа бейімделіп, өзара қолдаудың маңыздылығын түсінді. 12 қыркүйек күні мектебімізде адал азамат тәрбиелеудегі жауапты ата-ана, қолдаушы ұстаз және қауіпсіз мектеп тақырыбындағы жалпы ата-аналар жиналысы өтті. Жиналыста бала тәрбиесі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ата-аналармен бірге жасалатын жұмыстарды ұйымдастыруға бағытталды. Адал азамат бір тұтас тәрбие бағдарламасының аясында 15 қыркүйек отбасы күніне орай отбасы мүшелері арасында сүйіспеншілік пен қарым-қатынас орнату мақсатында отбасы тәрбиенің алтын бесігі тақырыбында және қыздарға ұмытылып бара жатқан ұлттық төл мәдениетін жандандыру мақсатында бұрымды қыз челленджері түсірілді. 18 қыркүйек Адал ұрпақ ұйымының алғашқы отырысы өткізілді. Онда ұйымның мақсаты мен міндеттері, жаңа мүшелері таныстырылып, адалдық асыл қасиет тақырыбында әңгіме сағаты өткізілді. Сабақ барысында адалдық пен әділдікті ұғымдары тереңнен түсіндірілді. 19 қыркүйек ұлдар кеңесінің алғашқы отырысы өткізілді. Отырыста жауапкершілік пен тәртіпке баулу мақсатында «Мен нағыз азаматпын» ашық сағаты өткізілді. Сонымен қатар қыздар кеңесі өткізілді. Қыздар кеңесінде жасөспірімдерге ерте жүктіліктің денсаулыққа, психологиялық жағдайға және болашақ өмірге тигізетін кері әсері туралы түсінік беру, жыныстық тәрбие, жауапкершілік, өзін-өзі қорғау және дұрыс мінез-құлық жайында ақпарат беру, жасөспірімдердің арасында өзін-өзі құрметтеу, мақсат қою, болашақты жоспарлау, құндылықтарын қалыптастыру. Қыз балаларды ерте жүктіліктен сақтану жолдарымен таныстыру және дұрыс шешім қабылдай білуге үйрету мақсатын негізге ала отырып, ерте жүктіліктің алдын алу тақырыбында мектеп директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Калиева Айсұлу, мектеп психологы Гүлнұр Жансеркеева, мектеп медбикесі Қазыбекова Нұргүл қатысуымен отырыс өткізілді. Отырысқа 8-11 сынып оқушылардың қыздары қатыстырылды. 22-26 қыркүйек күндері денсаулық күні мерекесіне орай мектебімізде денсаулық күніне арналған апталығы жоспарға сай өткізілді. Яғни мектепшілік асық ату 3-4 сынып оқушылары арасында, мини-футбол 5-7 сынып оқушылары арасында, жеңіл атлетика 8-9 сынып оқушылары арасында, теннис 8-11 сынып оқушылары арасында түрлі спорт ойындары өткізіліп, 26 қыркүйек күні денсаулық күні мерекелік іс-шара өткізілді. Іс-шарада мектеп оқушылары ән салып, би билеп, іс-шараға белсенді атсалысты. 27 қыркүйек 9-11 сынып оқушылар арасында мамандықтың бәрі жақсы тақырыбында түсіндірме сабағы өткізілді. Оқушыларға әр мамандықтың маңыздылығын ұғындыру, еңбекке, әр кәсіп иесіне құрметпен қарауға тәрбиелеу, балалардың кәсіби бағдарын қалыптастыру, өз қызығушылығына сай болашақ мамандығын дұрыс таңдауға ықпал ету. Қоғамда әр мамандықтың өз орны бар екенін түсіндіру арқылы еңбекқорлыққа баулу мақсатында түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Сіздермен бірге болған тілші Жетібаева Дариға, келесі кездескенше сау болыңыздар.